Сайын Мұратбеков. Жабайы алма. Шығармада екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ауылдың ауыр тіршілігі суреттеледі. Алмалылықтар жиған терген бар өнімін майдан шебіне аттандырып жатқанда, шығарма кейіпкері қанат бастаған ашқұрсақ балалар ауыл түбіндегі жабайы бақтың жемістерін талғажау етті. Тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Соғыс жылдары біз, жас балалар, қалың бөргезге қол аяғымызды қызыл ала жосағып жырғызып, ұзақты күнге алмадан алма таңдап, сол бөктерде тентіреп жүруші едік. Алма ағашының жанындағы үңгірді мекен еткен Көкінай атты ит, қайыстай қапқара Бүбітай деген әйелдің үйіне кіріп, сүтін төгіп, нанын ұрлайды. Ашуға булыққан әйел, күшіктер жатқан үңгірдің аузын көміп тастайды. Бүбітай жынданды. Ертеден қара кешке дейін есігінің алдына шығып отырып алады да, зарлап өлең айтады. Жылайды. Күйеуінің, баласының аттарын атап, аттандап дауыс салады. Соғыс кезіндегі балалар өмірі расында өте аянышты еді. Әке шешесінен бірдей айырылып, күні қарт әжесімен қоңыр сиырға қарап қалған Қанат та талай озбырлықты бастан өткерді. Жауыз, жауыз деді шырқырай қайталап. Қанатай, анау жауыз екеуміздің шаршап шалдығып жинаған шөбімізді өртеп тұр ғой деп еңіреп жылап жіберді. Екеуміз де солқылдай жылап тұрдық. Туынды соғыс жылдарындағы тұрмыс тауқыметін, қажырлы еңбек адамдарын суреттейді. Қанша қиын болса да, мойымай, адами қасиетті жоғалтпауға, өмірден үміт үзбеуге үндейді. Бір күні түстіктен лекілдеп жылы леп соғып берсін. Ой дүние-ай, сөйтіп көктемге де жеттік ау. Бұл зарыға күткен жеңіс көктемі еді.